Ассаламу алейкум. 2026 жылы 15 февральдан 15 март күндері аралығында мемлекетімізде контрафактсыз айлығын өткеру белгіленген. Міне бұл айда тек қана не нәрселерге етібар қаратылады, қандай вазифалар белгіленген. Бүгінгі сәуетіміз міне осы бағдарда көрсетуіміз қатынасушысы Қарақалпақстан Республикасы Әділдік Министрлігі сектор бас маслихатшысы Нурабуллаев Ажнияз Айтбаевич. Ажнияз, міне контрафактсыз өнімлер айлығы деп айтатын болсақ, тек қана бұл айлықта білеміз, har жылы бұндай айлар өткеріледі. Тек арғы нелерге қаратылады? Өзбекстан Республикасында қазіргі уақытта 15 февраль санасынан 15 март санасы аралығында контрафактсыз айлығы өткерілмекте. Контрафактсыз айлық өткеру davamında біздер тек арна бұл уәкілдік бойынша Әділдік Министрлігіне берілген уәкілдік, яғни контрафактсыз өнімдерге істеп шығаруын қарсы күресу бойынша. Бұл бойынша айтып өтіп тоқталатын болсақ, контрафактсыз өнім бұл товар иесінің құқық иесінің разылығысыз оның товар белгілерінен адастырып жіберу дәрежесіне ұқсас болған халда оның рұқсатсыз істеп шығарылған өнім болып табылады. Бұл контрафактсыз өнімге тоқталатын болсақ, бұл сплермендік субъектіне базар экономикасына үлкен зиян жеткізеді. Бұл біріншіден халал істеп шығарушы бірінші нәубетте құқық иесінің сплермендік субъектіне тұтынушылар алдындағы абыройсыздануына алып келуі мүмкін. Және де айтып өтетін болсақ, бұл тұтынушыларға сатып алудан, яғни ондан пайдаланудан имканиятын шектеуі мүмкін. Неге десең, бұл контрафактсыз өнімді мәселен тұтынушылар тарапынан айырып алу қиын ұшырайды. Неге десең, мәселен, ол жерде фонетик жағаттан мәселен істеп шығарылып жатқан өнімде оригинал өніммен бірдей болады. Оның партылау көпшілік халаттарда қиын болады. Оның мәселен істеп шығарушысынан, ямаса сапалық мүддетінен, ямаса бір айырым бір белгілерінен ғана айыру мүмкін. Сондықтан бұл базарда тұтынушыларға көп халатларда бұл өнімді айырамай қалу халатлар ұшырайды. Бұл айдан күресуден мақсат контрафактсыз өнім саудасын шектеу, яғни базарға кіріп келуінің реализациясын алдын алу болып табылады. Бұған күресу бұл тек біздер бұл айлар davamında шектеліп қалмаймыз. Біз жыл davamında сол контрафакт өніміне қарсы саудасына кіруге қарсы күресуді давам етеміз. Контрафакт өнімлерден пайдалану, яғни оның саудасы, яғни оны айтайық өзгенің авторлығындағы өнімді сол екінші бір бұқараның пайдалану мәселесін алып қарайтын болсақ, тек арнан өзінің заңшылықта бұған қандай жазалар белгіленген? Бұған Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік hakkında кодексі һәм җинаят кодексләрендә жауапкершілік мәселесі белгіленіп өтілген, яғни айтып өтетін болсақ, әкімшілік жауапкершілік hakkında кодексінің 177 һәм 177 прим 1 һәм 177 прим 2 статьяларында бұл контрафакт өнімдерін сапластыру, яғни авторлық құқықтарынан пайдалану һәм оның талапларын бұзу, сондай-ақ селекция жеңістері һәм де пайдалы ықтыралар, есептеу машина техникаларын ойлап табудағы контрафакт өнімдер бойынша сол кодекслерде жауапкершілік мәселесі өтілген. Сондай-ақ және айтып өтетін болсақ, товар белгілері һәм қызмет көрсету белгілері товар келіп шыққан орын атлары hakkınдағы Өзбекстан Республикасы низамы бар. Бұл низамның 37 прим 1 статьясына дегер Әділдік Министрлігіне уәкілдік берілген, яғни бұл контрафакт өнім істеп контрафакт өнім анықталғанда юридикалық шәхсларға базалық есептеу моделінің 100 есесінен 100 есесіне шекемге финанслық жарималар қолдау уәкілдігі берілген. Бұл әлбетте бұл әтбар қарайтын болсақ, бұл сплермендік субъектіне ауыр болып табылады. Сондықтан бұл контрафакт өнімдерді ләж болса базардан істеп шығарушыларға үлкен зиян тигізеді бұл. Бүгінгі күнде қандай көріністерде ұшыраспақты? Контрафакт өнімдер қазіргі уақытта көбінше тұтынушы сатып алынатын азықтық өнімдерде, һәм дәрі-дәрмек өнімдерінде, және де қазіргі уақытта ең көп ұшыраспақты бұл киім-кешектерде де контрафакт өнімдер ұшыраспақты. Бұл мәселен киім-кешектерде контрафакт өнімді айырып алу халатлары көпшілік халатларда қиын болады, мәселен тұтынушылар үшін. Бұны мәселен сол істеп шығарушының өзінің мәселен істеп шыққан қолданбалар болады, соған құжеттері болады, соған қарап мәселен айырып, бұл бойынша айырып алу мүмкін. Бірақ азық-ауқат өнімдерінде көпшілік халатларда мәселен ішімдік суларда, солардан көп ұшырасады бұның контрафакт өнімдер. Бұлар қалай қадағаланады? Мәселен, айтайық, сол айда қадағалау лажларында нелер кетіп бар беріледі, қандай тәртіпте әмелге асырылады? Бұл контрафакт өнімді біздерде бірінші нәубетте анықталған уақытта, мәселен, бұл иесінің арзасы тикарында, мұржы тикарында көріп шығамыз. Бұл біздерде низамшылығымызда сол тәртіп белгіленген, яғни құқық иесінің разылығысыз біз контрафакт өнім анықталған жағдайларда тексеру өткеруіміз белгіленген. Бұл тикарынан контрафакт өнімдерді анықталғанда бірінші нәубетте бұл құқық иесінің арзасы һәм мұржетіне тикар көріп шығады. Құқық иесі де мәселен біздерге өзінің уәкілдері арқылы мұржет жолдайды, ямаса сырт ел фирмаларының бұл жақта Өзбекстан Республикасына рәсми дистрибьюторлар болса, басқа да сауда сплермендік субъектлерінің, басқа аймақтарда сплермендік субъектлерінің рәсми дилерлері болса, солар арқылы анықталып, мәселен контрафакт өнімді анықталып бізге мұражат жолдайды. Және бір өз тарапынан анықталатын болса, біздер тиісті тарапта
бақылау сатып алуларын жүргіземіз, яғни базарда контрабанд өнімнің реализациясын, яғни сауда несіне айланбасына кіріп кетуінің алдын алу мақсатында тиісті тәртіпте жаңағыдай бақылау сатып алуларын әмелге асырамыз. Сол халатлар анықталған уақытта біз тиісті тәртіпте құқық иесіне хабарлама жібереміз. Мәселен, контрабанд өнім анықталған халатлары бойынша сол тикарға біздер сол контрабандылық анықталған жағдайларда тексеру өткереміз. Бұл тексеру өткергенде тексеру арнаулы ұйымда хабардар етілген алда өткеріледі. Хабарыңыз болса, Өзбекстан Республикасы президентінің 374 санлы қарары бар. Бұда тексеру өткеру тәртібі белгіленген. Яғни сол қарар талаптарынан шықпаған алда іс-білімдік субъектілерінде тексеру өткеріледі. Әлбетте бұл тексеру өткергенде низамшылық талаптарынан кеп шығады, яғни іс-білімдік субъектінің басқа істеріне араласпаған алда тексеру өткеріледі. Және де айтып өтетін болсақ, біздер іс-білімдік субъектілерінде профилактикалық ләжлар өткереміз, яғни үгіт-насихат ләжінде, мәселен, үлкен сауда комплекстерінде, ямаса сауда имаратларында, сауда орындарында үгіт-насихат жұмыстарын алып барып, контрабанд өнімдерін істеп шығару бойынша түсініктер береміз. Қандай өнімдер контрабанд екенлігі, оның ақыбетлері, оның жауапкершілік мәселелері бойынша іс-білімдік субъектілеріне басқа да семинарларда, қалаба хабар құралдарында бұл бойынша іс-білімдік субъектілерінде айтып өтеміз. Бұл бойынша өзіміздің әділдік министрлігі тарапынан дәстүр істеп шығарылған, сол дәстүрдің бірінде, яғни қалаба хабар құралдары арқылы іс-білімдік субъектілеріне контрабанд өнімі бойынша түсінік жұмыстарын әмелге асыру белгіленген. Және де айтып өтетін болсақ, біздер ләж davomida, мәселен, саудаға іс-білімдік субъектілеріне Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігінің тарапынан істеп шығарылған контрабанд өнімдерінің каталогы бар, яғни қайсы өнімдер каталогы екені көрсетілген. Бұл әр жылда жаңалап барылады, һәм реңді формада шығады. Бұда арқайын көрсетілген, мазмұндар көрсетілген, қалай айыру керек екені көрсетілген. Бұл іс-білімдік субъектілеріне үлкен жеңілдік десем болады. Неге десең, мәселен, өздерінде көпшілік халатларда сатушылар, ямаса іс-білімдік субъектілері өзінде қандай өнім контрабанд екенін білмей қалу халатлар көп ұшырайды, айырамай қалу. Сол уақытта біз осындай каталогтарды береміз, слайд, буклет, флайер, соған тарқатма материалдарымыз тарқатамыз іс-білімдік субъектілеріне. Интеллектуал мүлік құқығы деген түсінік бар. Мәселен, бұл бағдарда сол айлықта нелерге етібар қаратылады? Яки болмаса, авторлық құқығын қорғау бағдарында қандай ләжларға көбірек етібар қаратылады? Бұл ләж бағында бірінші нәубетте біздер профилактикалық ләжларды әмелге асырып бастап отырмыз әзірде. Яғни іс-білімдік субъектілері және де оқу орындарында, басқа да жоғары оқу орындарында, мәселен, авторлық құқығынан пайдалану талаптары бойынша кеңінен мәдениет жәмәтілерінде, ямаса сол шығарма, әдебиет тарауында әмелге асырылатын істерменен біргелікті үгіт-насихат жұмыстарына әмелге асырып бастап отырмыз әзірде. Мәселен, ойлап табушылық деп жоғарыда айтып өттіңіз. Ойлап табушылық қандайда өнім істеп шығарды, айтайық, сол бір ілімпаз дейік, мәселен, оның өнімінің сол қауіпсіздігін, оның қорғалуын тәмінлеу бағдарында да қандайда ләжлар көріле ме? Бұл қандай тәртіпте әмелге асырылуы керек? Енді бірінші нәубетте ойлап табулар, һәм товар белгілері бойынша, мәселен, өзімізде интеллектуал мүлік орайы бар, һәм содан тізімнен өткеріп, өзінің істеп шығарған, ямаса товар белгісіне, ямаса ойлап табылу шығармаларына гуақнама һәм патенттер алады. Мемлекеттік реестрге кіртіледі, һәм оның қорғауы тәмінленеді әділдік министрлігі тарапынан. Бұл бойынша біздер көбінше интернет тармақтарында, ғалаба хабар құралдарында, һәм басқа да орындарда, семинарларда кеңінен түсінік беріп келмектеміз. Ақыбетлері бойынша. Бұл реестрге кіртілгеннен кейін оның құқы заң менен мемлекет тарапынан қорғалады. Ұлыма міне осы айлық қайда жерде ахметлі не береді? Мәселен, har жылы өткеріліп атырыпты бұл ләж. Өткен жылларда егерде анализ етуін болсақ, өзі қандай нәтиже береді? Бұл айдан көзделген мақсат контрабанд өнімдерінің реализациясын, яғни сауда нелеріне тұтынушыларына ұсынуының алдын алу болып табылады. Бірінші мақсатта құқық иесінің, яғни хақиқи оригинал өнім істеп шығарушы іс-білімдік, ямаса істеп шығарушылардың құқықтарын қорғау болып табылады. Яғни бірінші нәубетте олар құқықтарын қорғау һәм тұтынушыларды сапалы өнімменен базарда тәмінлеу болып табылады. Бұл мәселен әтуар беріп қарайтын болсақ, контрабанд өнім істеп шығарылған халатларда көбінесе әнсапсыз бәсеке шариатын келтіріп шығады. Һәмде хақиқи құқық иесінің, мәселен, товар белгілерінің қадірсізденуі, ямаса тұтынушылардың алдында абыройын жоюына алып келеді. Сізге мағлұматлар, пікірлер үшін minnətdaşlıq bildiremiz. Естетудің көрсетуіміз қатынасушысы Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі сектор бас маслихатшысы Нұрабылаев Ажнияз Айтбаевич болды. Осымен бүгін көрсетуімізді жұмақлаймыз және көріскенше.